Рахмет. Ары қарай жалғастырамыз, әріптестер. Сұрақтарыңыз болса, әзірге өздеріңізге түртіп алып отырыңыздар. Соңғы жағынан. Иә, түртіп алып отырсаңыздар. Иә. Аха, сіздермен бірге бір музыка жасап көрейік. Қазір мысалы көктемге жасап көрейік, иә? Көктем, мен жаза бастайын. Көктем мезгілі. Мінекей мен бірден жазып бастап едім, ол маған қазір мысалдарын береді. Табиғаттың оянуын сипаттайтын фортепианода лирикалық көңілді. Жоқ, алғашқы гүлдер жаңбырдың иісі деп берейін. Мінекей музыканы бердім. Қазір ол маған бірнеше секундтардың ішінде музыка жасап береді. Так. Күте тұрайық. Давайте еще тогда на русском еще объясню, да. Когда вот Gemini вы заходите, у вас есть возможности выбирать разные инструменты обучения, создания изображения, Canvas, да. Все эти инструменты делают в разном формате разные работы. С формой обучения вы можете проводить разные обучения по разным темам, по разным направлениям. Он помогает вам делать именно обучающиеся материалы. Также можно создавать разные визуальные материалы, картинки, скажем, мелодию, инфографики, да. С помощью Canvas вы можете создавать разные симуляторы, веб-страницы, презентации, интересные форматы документов. И также Deep Research, он помогает вам изучать и делать глубокий анализ по разным темам. И есть разные направления. Gemini быстрые ответы, думающий и про. Быстрые ответы, он помогает вам быстро и отвечать на ваши запросы. Думающий, он решает более сложные задачи, и также про. Он имеет возможность решать разные сложные математические задания и работы с кодом, да, с программированием тоже поможет вам в этом вопросе. Давайте мы сейчас создали музыку, которая соответствует весне. Давайте его послушаем. Сергей, естіліп тұр ма? Вам слышно? Музыка әлі естіліп тұрған жоқ. Қазір онда мен экранымды бір демонстрациясын түзетіп жіберейін, чтобы сіздерге естілетіндей. Қазір 1 минут. Естілді ма? Да, естілді, жақсы. Аха, мінекей қазір. Көктемгі әуендер, жаңа үміт оянады. Қарап отырсаңыздар, өте керемет, иә? Жасанды интеллект өзі мәтінін құрды, өзі мелодиясын құрып, маған осындай керемет жаңағы музыканы жасап беріп отыр. Енді мен сіздерге қазір енді Gemini'дің жалпы негізгі мүмкіндіктерін көрсеттім. Енді оның былайша айтқанда жұмысы өте шексіз, және бұл жерде қосымша Gemini сіздерде құжатпен жұмыс істейді. Яғни кез келген форматтағы құжаттарды жүктеп, сол құжаттарды зерттеу, сол құжаттар бойынша сұраққа жауап беру, отчет, аналитиканы жасау бойынша да жасанды интеллект сіздердің кез келген сұрақтарыңызға жауап беріп көмектесе алады. Жалпы Gemini'ді қолданып жүрсіздер ма? Қолдану тәжірибелеріңіз бар ма? Gemini бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Подскажите, коллеги, по Gemini пользуетесь ли инструментом искусственного интеллекта Gemini? Есть ли вопросы у вас? Если используете, по каким направлениям используете? Подскажите, пожалуйста. Так, мен сұрағым бар еді. Бұл ақылы ма, ақылы түрлері бар ма? Ақылы несі, версиялары? Бұның жаңағы ақылы, біз ұсынып отырған түрі бұл кеңейтілген ақылы нұсқасы. Сіздер бұның тегін нұсқасында істеп көрсеңіздер болады ол жерде, бірақ белгілі бір шектеулер болады. Бізбен жаңағы ақылы форматына қосылу мүмкіндіктеріңіз бар. Жақсы, рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма Gemini бойынша? Коллеги, есть ли вопросы по Gemini? Мы проходили, когда курсы по Дарье, как раз проходили курсы по искусственному интеллекту, вот как раз они и дали нам вот этот Gemini, он открывается у нас практически, если нажимать. Там как бы прошла интеграция в этот самый, у меня в компьютере чисто через вот Дарью. Отлично, очень рады, что используете и работаете над Gemini. Круто.
Давайте я тогда еще расскажу вам про искусственный интеллект ноутбук LM. Также в интеграции в инструментами Google Workspace имеется искусственный интеллект Notebook LM. Notebook LM, в чем разница Notebook LM, да? Notebook LM — это вы даете источник для исследования, для ответа на ваши вопросы. Это как работает, да? Здесь, например, мы нажимаем кнопку «Создать блокнот». Здесь вы даете все материалы, которые вам нужны. Это может быть разные документы, это может быть сайт с YouTube, это может быть разные сайты, это может быть разные файлы или скопированные документы, да? Все эти материалы вы можете сюда загрузить, и в созданном документе вы можете делать разные исследования. Сейчас минуточку. Вот. Теперь вы даете источник, и используя эти источники, искусственный интеллект Notebook LM делает вам разные студийные материалы. Это аудиопересказ, видеопересказ, ментальная карта, отчеты, карточки, тесты, инфографика, презентации и таблицу. Сейчас я вам продемонстрирую. Енді Notebook LM-нің ерекшелігін айтып өтейін. Сіздер Notebook LM-ге деректер көздерін сіз бересіздер, яғни ол сіз берген деректер көзінің негізінде жұмыс жасайды. Мінекей қазір сіздерге мысал ретінде мен азаматтыққа адалдық, Сағат Әшімбаевтың азаматтыққа адалдық деген кітабын және сөз сарасы Қазмұратұлының өзінің кітабын жүктедім. Сол жүктелген кітаптардың негізінде ол маған түрлі студиялық материалдар, аудиопересказ, видеопересказ, менталды карта, отчет, презентация жасай алады. Және де жасанды интеллекттің төменгі жағына мен осы кітаптар негізінде маған тест жасап бер, сұрақ жасап бер, немесе осы жаңағы аннотациясын жасап бер деген сияқты жұмыста бағытта істей аламын. Теперь вот я, например, загрузила книжку, да, здесь книжки на казахском языке, разные документы вы можете загрузить. Теперь я сделала на основе этих документов презентацию, да, и давайте я сейчас вам покажу. На основе этих книжек он мне создал такие презентации. Сам искусственный интеллект создал мне такую презентацию. Так, теперь давайте посмотрим именно видеопересказ, да? Видеопересказ и аудиопересказ пока только на английском и на русском языке. До этого и на русском языке их не было, было только на английском. Сейчас мы работаем над подключением казахского языка. Давайте сейчас послушаем, да? Бывает ли так, что всего одна книга Слышно, меняет да, весь разговор о том, зачем вообще нужно искусство в целой стране? В Казахстане так Вот мінекей определял роль ауыстыра тезірек. да большее, чем просто красивые Осындай слова. маған видеопересказ жасап берді. Подкаст форматындағы осындай аудиопересказ жасап бере алады. Эпоху. У нас на столе сборник эссе и статей казахского критика Сагата мінекей. Ашимбаева, называется «Азаматтыкты адалдык». Енді мінекей, енді осындай инфографика жасап берді маған. Яғни қарап отырсаңыздар, сіздің берген дерек көзіңіздің негізінде осындай керемет студийный жұмыстарды жасауға болады, және де чаттың негізінде тікелей сұрақ қойып, өзіңіз жаңағы осы құжаттар негізінде жұмыс жасасаңыз болады. Яғни жасанды интеллект ноутбук LM сіз берген деректер көзінің негізінде осындай керемет студиялық жұмыстар және сіздің сұрағыңызға жауап береді. Вот ноутбук LM, отличие, он работает именно используя ваши источники и делает разные студийные материалы в разном формате и делает вам ответы на вопросы, которые вы задаете через чат. Это вот инструмент Notebook LM. Подскажите, пожалуйста, до этого использовали ли Notebook LM? Да. Какие работы делали? Да, использовали. С ноутбукалардың Круто, көмегімен презентация жасауға да болады. Тақырыпты салып жіберсе, Я дұрыс айтасыз. презентацияны. Дайын презентация PowerPoint. Тамаша, күшті. Я мінекей мен сіздерге жаңа демонстрация көрсеткен. Мысалы, осы екі кітаптың негізінде маған жасанды интеллект өзі осындай азаматтық адалдық деген, мына орыс тілінде жасады, жаңағы қазақ тілінде жасады. Кейбір мамандар білмей жатады, қазақ тілінде қалай жасатуға болады. Оны мына жерде қарындаш батырмасы бар. Осы қарындаш
батырмасына басып, осы жерге опишите деген жерге сіздер кез келген жаңа описаниясын немесе қазақ тілінде маған жасап бер десеңіз, осы сізге қажетті презентацияны қазақ тілінде сізге жасап береді. Яғни қажетті өзгертулерді осы қарындаш батырмасын басып, сіздер жасап отыра аласыздар. Сосын бұл ноутбук элемент жаңағы схемаларда бір материалдарды мен өзім жасап көрген жоқпын, бірақ естідім. Материалдар бұны кітаптардың бәрін текст ретінде былай жіберсе, соның бәрін схема түрінде бүйтіп сызып береді дегені бере ала ма сызып? Ол мына менталды карта ғой. Менталды карта. Қазір көрсетейін, мінекей, менталды карта жасап береді, және қарасаңыз, мына кітаптың өзін, мысалы, творческие личности деп бөлді. Соның ішінде, мысалы, мен Мұхтар Әуезовті ашайын, мінекей, Абай жолын жазғандығы осындай менталды картаны жасап береді. Кез келген тақырыпта. Кез келген тақырыпта сіз басты оған дерек көзін берсеңіз болды. Сол негізде, мысалы, сізге инфографика жасап береді. Студенттерге де бізге анау не жібереді, студенттерге таныстырыңыздар. Мысалы, анау не жарайды, былай айтайық, дресс-код туралы, мысалы, дресс-код туралы үлкен информация берді. Сол информацияны алып, жаңағы осы ноутбук LM-нің ішінде білмеймін қай бөлім екенін, бір бөліміне салса, жаңағы видео қылып саған түсіндіріп береді. По-моему, сол презентация. Мен өзім презентация жасағам. Видеопересказ ба? Видеопересказ дегеніміз осы ғой. Сіздің материалыңызды оқиды, сізге так, что всего одна книга меняет весь разговор о том, зачем вообще нужно искусство в целой стране. В Казахстане... Яғни сіздің жаңа берген материалыңызды қысқаша түсіндіріп береді осы видеоның негізінде. Бұл қай несінде видеопересказ деп тұрады, сол бөлімінде, Мына жерде студия деген бағытын көріп тұрсыз ба, жоғарыда? Сол жерде видеопересказ деп тұрады. Соны басуыңыз керек болады. Жақсы. Ноутбук LM бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Рахмет. Жақсы. Қазір онда сіздерге енді Canva-ны көрсетейін. Canva-ны жалпы жақсы білесіздер деп ойлаймын. Солай ғой? Canva-ны қолданатын мамандар бар ма? Подскажите, пожалуйста. Жақсы, подскажите, пожалуйста, кто пользуется Canva, какие дизайны вы делаете? Сәлеметсіз. Мен қолданамын. Добрый день, да, мы пользуемся всеми платформами, элементтері бар. Сабаққа, мысалы, презентация жасайтын кезде бір жыл бұрын мен осы Canva-ны қолданған, бір жыл бұрын. Сол презентацияларды жасап сөйтетінмін. Енді қазір презентацияны мен ноутбук LM-мен тек қана презентацияны ғана жасап жүргенмін. Қалған естідім жаңағыдай схема жазады, айтып береді деген. Енді оны қазір ескеріп жазып алдым. Canva тек қана презентация ретінде ғана. Бірақ қараңыздар, Canva жалпы визуалды материалдарды жасауға көмектесетін платформа. Canva-ның мүмкіндігі өте көп, мен өзім өте қатты жақсы көретін платформалардың бірі. Яғни бұның ерекшелігі сізде дайын шаблон болады. Яғни шаблонның түр-түрі. Мінекей қазір мен сіздерде экранда көрсетіп отқан презентация, плакат, жұмыс парақшасы, онлайн доска, сайт, жаңағы әлеуметтік желіге арналған видео, суреттер, флайерлар, буклет, қарап отырсаңыздар өте көп, резюме, фотоколлаж, жұмыс парақшасы, жаңағы жұмыс жоспары, логотип, барлығын осы жасанды жаңағы қосымша бұның ішінде жасанды интеллект кіргізілген. Яғни соның барлығын сіздер қолдана отырып, керемет осындай дизайнерлік жұмыстар жасай аласыздар. Және кез келген тақырыпта өзіңіздің, мысалы, жаңағы колледждер мамандары, инженерия немесе жаңа экологияға байланысты тақырыптар болады ғой. Жай ғана осы жоғары жақта тақырыбыңызды жазып, сол тақырыпқа сәйкес материалды да табуға болады. Және бұның ең бастысы, сіздер жасанды бұның жаңағы
Canva'ның про нұсқасын аласыздар, және сіздерде шектеу болмайды. Енді сіздер тегін нұсқасын қолдансаңыздар, білесіздер ғой, ол жерде шектеу бар, көп жаңағы шаблондар жабық тұрады. Ал жаңағы бізбен бірге жұмыс істесеңіздер, сізде про нұсқасы болады, және ешқандай ешбір шаблонға шектеу болмайды. Және бұл жаңағы ішінде жасанды интеллект те кіріктірілген. Қазір бір-екі мысалын көрсетіп жіберейін сіздерге. Мысалы, мен қазір экология бойынша бір материал іздеп көрейін. Экология. Экологияға байланысты, мысалы, бірінші презентация ұнап тұр, маған осыны қосайын. Осы презентацияның негізінде сіздерге жасанды интеллектпен не жасауға болатындығын көмектесейін. Қараңыздар, мысалы, менде экология тақырыбы болды. Мен енді бұны бірден қазақ тіліне аударып алғым келеді. Мына жерде мен перевести деген батырма бар, сол жерде қазақ тілін таңдаймын. Және копиясын жасамай бірден осыны аудар деп, мына керемет презентацияны мен қазір қазақ тіліне бірден аударып аламын. Мінекей, қарап отырсаңыздар, әдемі қылып маған аударып берді. Енді мен жасанды интеллекттің мәтінімен қалай жұмыс жасайтындығымды көрсетейін. Мысалы, қарап отырсаңыздар, мына мәтін толық аударылмаған және маған ұнамай тұр. Мен осы жерде мына қарап отырсаңыздар, қарындаш бар, волшебный текст дейді. Яғни осы текстті мысалы ауыстырып, қазақ тілінде экологияны түсіндіретін, толық түсіндіретін мәтін жазып бер дейін. Мінекей, мен ешқайда бармайым, тек осының ішінде жасанды интеллектіні қосамда, жасанды интеллектке маған мәтін беруін сұраймын. Мінекей, мәтін ұнады. Егер ұнамаса, это но деген батырманы басып өзгертсем болады, немесе бірден заменитті бассам, маған керекті мәтінімді берді. Мысалы, мәтін маған ұнап тұр. Бастапқы мәтінге қарағанда толық ақпараты берілген, осындай керемет мәтінді беріп отыр. Және бұның ішінде жасанды интеллект, мына жерде волшебный материалы деген бар. Волшебный медиа файлының ішінде сіздер жасанды интеллекттің көмегімен сурет, графика, видео, 3D модель жасасаңыз болады. Сол, мысалы, қазір сіздермен бір жаңа 3D моделін жасап көрейік. Жаңа бірінші суретте кит болды, я? Кит деп жаза салайын, я? Киттің 3D моделін жасап көрейік. Сол сияқты қысқаша видеолар, графиктар, суреттердің бәрін сіздер бірден осы жасанды интеллекттің ішінде жасасаңыздар болады. Әзірге бұл, мысалы, киттің суретін жасап берейін. Мысалы, мына лампочканы мен кішкене кішірейтіп, осының қозғалысқа келтіргім келеді. Болған мен анимация қосалам. Мына жерде анимация деген бөлім бар. Және де мына жерде кез келген анимацияның түрін сіздер өздеріңіз таңдап қоссаңыздар болады. Не болмаса өзіңіздің анимацияңызды жасасаңыз болады. Мен қазір, мысалы, создание анимации деп элементті таңдадым. Сол элементті, мысалы, осы жарыққа бір барып қонып, мына жерге жұмыс істейтіндігін көрсетті. Мінекей, бұл жаңағы әрбір элементтің траекториясын мен беріп, өзіме осындай жаңағы, былайша айтқанда, осы жаңағы лампаның траекториясын беріп, анимация беріп, оны қозғалта аламын. Мынандай маған жаңа киттің моделін беріп тұр, осыны қосайын, және 360 градуста осы киттің, мысалы, сіз түсін өзгертуді сұрап, немесе жаңа басқаша жасап беруін сұрасаңыз болады. Осындай, мысалы, киттің маған 3D моделін жасап беріп отыр. 360 градуста толығымен айналады. Сол сияқты осы жерде де сіздер көптеген суреттерді жасасаңыздар болады. Бұл волшебный материалдың ішінде, және қосымша енді бұның ішінде мәтін өзгерту, жаңа бренд қосу, өте көп мүмкіндіктері бар. Енді мен сіздерге бүгін түсіндіру форматында болғандықтан, қысқаша таныстыру форматында болғандықтан жалпы ақпарат беріп отырмын. Және бізде апталық тренингтер болады, оқыту жұмыстары болады, соған қатыссаңыздар, элементтердің барлығын біздің жаңағы әріптестерім, қыздар барлығын көрсетіп, сіздерге үйрету жұмыстарын толық жасайды. Бұның мүмкіндіктері көп, және мінекей тек қана сіздерге презентация емес, керемет жаңағы жұмыстарды жасай аласыздар, және бұның ішінде жасанды интеллект Canva-да бар, онымен сурет жасай аласыздар, онымен презентация жасай аласыздар, онымен сайт жасай аласыздар. Жаңағы визуалды материалдарды жасау бойынша Canva сіздерге таптырмас құрал болып табылады. Платформа Canva предназначена для создания визуальных материалов в разных форматах. Имея более 3 миллионов готовых шаблонов, вы можете использовать все эти шаблоны бесплатно в Pro-версии. Получается, если вы будете работать с нами, у вас будет Pro-версия, и
не будет ограничений во всех дизайнах. А здесь вы можете создавать разные визуальные материалы, презентации, плакаты, рабочие листы, мобильные видео или фотоматериалы, веб-страницы, веб-сайты, скажем, буклеты, да. Все эти шаблоны вам будут доступны. И также в чем преимущество вообще Canva, не имея каких-то дизайнерских навыков, вы можете спокойно изменять, менять, добавлять, да. Классные дизайнерские работы вы можете делать с помощью Canva Pro. Это вот классный инструмент для создания визуальных материалов. Также тут внедрен инструмент искусственного интеллекта, с помощью которого вы можете создавать видео, фотоматериалы, 3D-материалы, маленькие приложения, скажем, или веб-страницы. Canva вот поможет работать именно с визуальными материалами. Canva бойынша сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Енді Canva Pro дедіңіз ғой, онда ақылы шығар онда, иә? Біз енді бұл барлығы біз ұсынатын жаңағы пакетке кіреді, соны қолдана отырып, сіздер мысалы Canva-ның да барлық нұсқасын алсаңыздар болады. Дарья ханым, айта кетейін деген, сіз мына жерге чатқа өзіңіздің телефоныңызды қалдырсаңыз, әріптестер сол жерден қарап алатын болады. Және мына бүгінгі өткізіп жатқан семинарымыз әрине көп нәрсе үйренуге болады. Бұны бір кішкентай зуммен ғана жаңағы сыйдыра алмаймыз ғой, кішкене ғана 30 минуттық зум. Өте дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Өткенде бір сөзіңізде айттыңыз, көп колледждер бізбен жұмыс жасайды деп, сол үшін Дарья ханымның телефонын алып, ары қарай жұмыс жасасаңыздар да болады. Және бүгінгі осы өткізіп отырған семинарымыз біздің YouTube каналымызда да жүктелетін болады. Тағы қайталап көрем десеңіздер, және сұрақтарыңыз болса, жекеге сізге шықса болады ғой, Дарья ханым? Мен қазір экранда біздің колл-центрдің барлық номерларын көрсетіп отырмын. Өтінем осыны түсіріп алсаңыздар. Қазір чатқа да, Қасиет, осында болсаң, чатқа да жібере берсең. Осыдан барлық керекті телефондарды бәрін жазып түсіріп алыңыздар. Және бұл біздің өте құзыреттілігіңді жетілдір жобасы, қалалық жобасы ары қарай жоспарға сәйкес жалғасын табатын болады. Және бұл семинардан көп пайдалы ақпарат алдық деп ойлаймын. Әріптестерге өздерінің тәжірибелерінде пайдаланатын, күнделікті қолданатын. Сондықтан Дарья ханым, сізге көп рахмет айтамыз. Енді әріптестеріміздің сұрақтары болса, тыңдайық. Қазақша, орысша. Жақсы, рахмет. Сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болды. Енді қысқаша, енді көп мамандарда жалпы бағасы жайлы сұрақ болып жатқан сияқты ғой. Қазір енді Алматы қаласынан бізде көптеген колледждер қосылып жұмыс жасап жатыр. Қысқаша бағасы туралы айта кетейін. Онда бір мекемеге осы қазір мен сіздерге көрсеткен барлық құралдар, бұл ноутбук LM, Gemini, жаңа Canva Pro'сы бар. Егер бір мекемеге аламыз десеңіздер, жылдық жазылым ол 190 мың теңге барлық мұғалімдерге. Яғни бір мекемеде 50 немесе 100 мұғалім болса, сол 190 мың ішіне барлығы кіреді. Яғни сіздердің мекемеңіз 190 мың теңге төлесе, сіздердің мекемелеріңіздегі барлық 50 немесе 100 адамға біз қажетті жеке индивидуальный аккаунттарын ашып, осы платформалармен жұмыс жасауға көмектесеміз. Қосымша оқыту жұмыстары да толық сол сумманың ішіне кіреді. Қосымша біздің тағы платформаларымыз бар. Енді қазір уақыт шектеулігіне байланысты мен бәрін түсіндіре алмай отырмын. Біздің апта сайын жаңа сәрсенбі күні апталық тренингтарымыз өтеді. Соған қатыссаңыздар болады. Сол тренингте біз жалпы жаңағы толық ақпаратты да беріп отырамыз. Экранды суретке түсіре алдыңыздар ма? Жаңағы контакт бойынша. Жақсы, телефонды жазып алдық, рахмет. Қазір мен чатқа да жіберіп қоя салайын. Жіберіп қойыңыз. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Жоқ. Жақсы, онда Дарья ханым, көп рахмет сізге. Бүгін бірге болып осы семинарға қаншама ақпарат алдық, пайдалы. Сіздерді алдағы уақытта тағы сіздермен жұмыс жасайтын боламыз. Бұл бір семинармен қалмаймыз. Сондықтан әріптестерде сұрақ жоқ болса, онда сау болыңыздар, назарларыңызға көп рахмет.
Көп Жақсы, рахмет. рахмет. Сау Сіздерге болыңыз. де Сіздерге көп рахмет. Дарья ханым, көп рахмет сізге. көп рахмет сіздерге де. Бөлісіп, кері байланыс беріп жатқандарыңызға күндеріңіз сәтті өтсін, оразаларыңыз қабыл болсын. Рахмет. Сау болыңыздар. Мен рахмет. Сізге де уақытыңызды бөліп, бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет айтамыз. Оқасы жоқ, байланыстамыз.